Assalamualaikum қалың жұртым қазағым. Бүгін 14 желтоқсан 2019 жыл. Таңғы намазымды 7-де оқып, мінекей тауға шығып, мына өзеннің жағасына түсіп, сіздерге бата бергелі тұрмын. Мен Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы өзен жағасында тұрған Ыбытаев Сейтқали Серік Қажы деген аталарың болам. Мынау тәуелсіздік күні бізге оңай келген жоқ. 270 жыл анау Ресей патшасынан бастап Совет одағының темірленген қырсауын сындырып, сызат түсіріп, көтеріліске шыққан біздің қазақ елінің ақылды да, білімді де жастары болатын. Сол кездерде олар институтта оқып жүріп, университеттерде мынау жаңағы Совет одағының әділетсіз бұйрығына қарсы шығып, қаруланған әскерге қарсы шықты құр қолменен. Жастар, ақылды да, парасатты, білімді жастар болатын. Анау өңкей маскүнем дегендердің бәрі өтірік. Сол жастардың ішінен бәрін айта бермеймін. Рысқұлбеков, Қайрат, Ләззат қыздарымыз сияқты қаншама боздақтар өліп кетті. Орындары пейіш болсын. Ал енді мынау қасиетті жұртымды, елімді мәңгілік етсін енді тәуелсіздік күннен бастап. Мынау мемлекетімізді жермен сақта Алла, елімді даналарымен сақта, сәбилерді аналарымен сақта, қасиетті жұртымды қайғы қасіреттен сақта, табиғи оттан, судан, желден сақта. Мені тыңлап отырған әрбір қазақ бауырымның отбасына бақыт құсын әкел Алла. Біз бәріміз қазақпыз, бір туғанбыз, бөліп жарал ештеңе жоқ. Қайда жүрмесең де қазақсың, Қытайда жүрсең де қазақсың, Африкада жүрсең де қазақсың, Америкада жүрсең де қазақсың. Қазақ біреу ақ, бөлінетін қазақ жоқ. Мәңгілік елдің мәңгілік қазақтары жасай берсін. Аллаху акбар.